Көп рет дәрігер тағайындаған немесе ауруханаға жатқызылған кезде қан талдауын жасағанда HCT деп аталатын санды көресіз. Гематокриттің қысқартылған түрі. Гематокрит негізінен қарапайым тілмен айтқанда қаныңыздың қаншалықты қою немесе сұйық екенін көрсетеді. Сондықтан егер сіз сусыздансаңыз, қаныңызда гематокрит жоғары болады. Егер сіздің денеңізде көп қан болса, кейде полицитемия деп аталатын ауру ретінде диагноз қойылады. Сіздің гематокрит немесе жоғары болады. Егер сізде анемия болса, сіздің немесе гематокрит төмен болады. Төмен гемоглобин HCT-ні төмендетеді, ал жоғары гемоглобин HCT-ні арттырады. Бірақ көптеген жағдайларда немесе гематокрит гидратация немесе сусыздану күйінде көрсетеді. Әйелдер үшін HCT әдетте 38-ден 46-ға дейін, ал ерлердің көпшілігі үшін 40-тан 54-ге дейін болады. Алайда кейбір ерлерде немесе адамдарда қалыпты жағдайда да жоғары гематокрит болуы мүмкін. Мысалы, биік таулы жерлерде тұратын адамдарда. Гималайдың етегінде төмен оттегіге ұшырайтын кейбір нәсілдерде жоғары гемоглобин және толықтай қалыпты физиологиямен жоғары гематокрит болады. Сондықтан гематокрит сіздің қан деңгейіңіздің көрсеткіші және кейде сусызданудың көрсеткіші болып табылады.